бүгін біз күрделі вентралды жарықтарды басқару туралы талқылаймыз. Жарық бұл қоғамның барлық қабаттарына және барлық жас топтарына әсер ететін жағдай. Жаңа туған нәрестелерден бастап өте қарт адамдарға дейін барлығы жарықтан зардап шегеді. Енді жарық әдетте өте қарапайым ауру болып табылады және оны ашық хирургия, лапароскопия және роботтық хирургия арқылы басқаруға болады. Бірақ соған қарамастан күрделі вентралды жарықтарды емдеу өте қиын. Кейбір науқастар, олар 5-6 рет іш қабырғасында операция жасатады. Бұл оны өте әлсіз етеді және үлкен жарықтар пайда болуы мүмкін. Осындай жарықтардың бірі домен жоғалту жарығы деп аталады. Енді іш қуысыңызды және жарық қуысыңызды қарастырыңыз. Егер жарық қуысының өлшемі іш қуысының өлшемінен де үлкен болса, ол домен жоғалту жарығы деп аталады. Енді бұл жарықтарды басқару өте қиын, себебі егер сіз жай ғана жарықтың ішін іш қабырғасына қайтарып, оны жапсаңыз, қысымның әсерінен бұл адамдарға тыныс алу өте қиын болады. Бұл өмірге қауіпті болуы мүмкін. Іш қуысының синдромы деп аталатын жағдайға келеді. Сондықтан біз осындай бұзылуларды емдеу үшін арнайы жасалған күрделі маневрлер мен диссекциялар мен техникаларды қолдануымыз керек. Бізде компоненттерді бөлу, операция алдындағы пневмоперитониум, ботулин токсинін енгізу деп аталатын көптеген әдістер бар. Осының бәрі өте техникалық процедуралар және тек осы бұзылулар бойынша жоғары деңгейде дайындалған және тәжірибесі бар үздік орталықтарда ғана жасалуы мүмкін. Енді бұл процедуралар қалай жасалады? Олар ашық хирургия арқылы жасалуы мүмкін, олар роботтық хирургия арқылы жасалуы мүмкін және олар лапароскопия арқылы жасалуы мүмкін. Енді неге бұл? Күрделі жарықтарды емдеу өте қиын. Күрделі жарықтарды емдеу өте қиын. Мен айтқандай, біріншіден, олар іш қуысының компартмент синдромын дамыта алады. Екіншіден, бірнеше алдыңғы операциялар салдарынан іш қабырғасына кеңінен жабысуы мүмкін. Бұл оны емдеуді өте қиын етеді және дұрыс жасамаса, көптеген асқынуларға әкелуі мүмкін. Бірақ мұнда Аполло жарық хирургиясы және іш қабырғасын қалпына келтіру институтында біздің тәжірибеміз және тек бір нақты салаға бағытталғандығымыздың арқасында біз көптеген күрделі жағдайларды орындаймыз. Бұл жағдайлар өте жақсы нәтижелерге ие және бізде күрделі вентралды жарықтарды өте жақсы емдеу үшін барлық инфрақұрылым бар. Рахмет.